Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Сотталған оппозициялық саясаткер, тіркелмеген демократиялық партияның жетекшісі Жанболат Мамай биліктің мекемесіне жұмысқа орналасты. Бұған дейін сот оған азаматтық және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салған болатын. Алайда белсендінің қазір қайда жұмыс істейтіні туралы белгілі болды және оның билікпен мәмілеге келгені барлығын шошытты болды. Демократиялық партия бітті, яғни олар Ақорданың жобасы. Оппозициялық саясаткердің жаңа жұмыс орны Алматы менеджмент университетінің құрылымдық бөлімшесі жеке кәсіпкерлік білім беру мектебі. Халқым, сіз Мамайға алдында сендіңіз бе? Комментарийге жазыңыз. Егер нағыз оппозиционер билікке сатылмай, Арон Атабек ағамыз сияқты соңына дейін бару керек еді десеңіздер, лайк басыңыздар. Мамай мектепте бір айдан бері жұмыс істеп, дамыту жөніндегі директор қызметін атқарады. Жұбайы Инга Иманбайдың айтуынша, ол алдағы уақытта да білім, ағарту саласында қызмет ететін болады. Менің жолдасым азаматтық бостандықтарына қойылған көптеген шектеулерге байланысты ешқандай саяси, азаматтық немесе журналистік қызметке, соның ішінде интернетте де айналыса алмайды. Оған кітап жазуға да тыйым салынған. Осыған орай, ол қазір білім беру саласында еңбек етуде дейді ол. Белсендінің ағылшын филологиясы бойынша дипломы бар. Бірақ, Инга Иманбайдың айтуынша, жоғары білімі болса да, күйеуіне жұмысқа тұру қиын болған. Жанболат Мамайдың жеке мектебіне жұмысқа орналасқаны білім ошағы қабырғасында өткен салтанатты шаралардың бірінде белгілі болды. Тоқаевтың көршілері. Біздің арнамыз Алматының қымбат ауданынан Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа қатысы бар жылжымайтын мүлікті анықтады. Көлемі 30 сотық учаске мен үй Алмалы қалашығында орналасқан. Қалашық медеу мұз айдынына қарай көтерілгенде қонақ үйінен өткен соң оң қапталда тұр. Айналасы қоршалған. Кіреберісіне шлагбаум қойылған. Бұрын үкіметте басшылық қызметте болған екі адам Совет одағы кезінде бұл жерде орталық комитеттің демалыс үйі, саяжайлар болғанын айтады. Қазір ондағы көп аумақты Қазақстан билігі мен оған жақын адамдар иеленіп отыр. Тоқаевтан бұрын оның көршілеріне тоқталайық. Алмалы қалашығында Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың резиденциясы да бар. Ол елбасы жеке қорына қарайтын жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі дирекция компаниясы арқылы қалашық ішіндегі ірі резиденцияны биыл ақпанға дейін иеленіп келген. 10 ақпанда сыйға тарту келісім шарты бойынша ғимаратты мемлекеттік мүлік және жекеменшік комитетіне өткізіп берген. Тікұшақ қонатын екі алаңқайы бар. Үкімет қаулыларында бұл ғимарат меймандарға арналған бас резиденция деп көрсетілген. Назарбаевтың өз мүлкінен бөлек, онымен байланысы бар. Алмалық, Наурыз корпорациялары 6 гектар жерді, 2 зәулім үйді иеленіп отыр. Бұған дейінгі зерттеуде Алмалы корпорациясы үкіметтің шаруашылық басқармасы Хозуды жекешелендіру арқылы пайда болғанын айтқан едік. Бұл аумақта әлгі 6 гектардан бөлек осы Хозуды басқарған Назарбаевтың ең жақын көмекшісі болған марқұм Владимир Нидің қызы мен күйеу баласы Виктория және Нұрмұхамед Жүнісбековтердің мүліктері де бар. Иманғали Тасмағамбетовтың қызы Әсел мен күйеу баласы Кеңес Рақышевтің да зәулім сарайы осында. Тоқаев оларға көрші болған. Қасым Жомарт Тоқаевтың коттеджі. Бұл маңдағы 30 сотық учаске Қасым Жомарт Тоқаевқа бұйырыпты. Нақты қашан алғаны белгісіз. Жерге 2008 жылы кадастрлық бағалау жасалған. 3 жылдан соң үйдің іргетасы құйылған. Бұл үйге ұқсайтын мүлік қаңтардың соңы ақпанның басында сатылымға шықты. Үк сайтындағы жарнамада сырты әрленгенмен іші жөнделмеген 1600 шаршы метрлік үйдің құны 1 миллиард 900 миллион теңгеге бағаланды. Бұл баспана осы маңдағы өзге коттедждермен деңгейлес. Аумағы 2016 жылы қазіргіден сәл кішірек болған. Бір шетінен қосымша құрылыс жүрген, үйді үлкейткен. 2 жылдан соң қара көк материалмен қайта шатырланған. Үйдің әуелгі ішкі келбеті де салтанатты. Мына сурет соның айғағы. Сайтына шыққан жарнамада көрсетілген телефонға хабарласып, үйді барып көрдік. Бірінші қабаттың биіктігі 4 метр. Кең, бөлмесі де көп. Жертөледе монша, шағын кинозал жасауға ыңғайланған орындар бар. Риэлтор шатырдың іші де тұрғын жай жасауға лайықталғанын айтты. 9 миллиард теңге үйдің осы қалпындағы бағасы. Риэлтор бірінші қабаттағы бір бөлмені көрсетпеді. Себебін сұрағанымда майнинг, ферма жұмыс істеп тұр деді.
Есігі құлыптаулы, бірақ ішінен құрылғының шуылы қатты естіліп тұрды. Құрылғының жасырын жұмыс істеп тұруы сұрмайнерлердің белгісі. Бұлай жұмыс істеу заңға қайшы. Біздің арнамыз Керей Жәнібек Хандар көшесі 97-ші үйде жұмыс істеп жатқан майнинг ферма жөнінде энергетика министрлігіне және өзге де құзыретті мекемелерге сауал жолдады. Жауабы әлі келмеді. Риэлтормен сөйлескенімізде, ол Тоқаевтың үйдің бұрынғы иесі екенін, бірнеше жыл бұрын сатып жібергенін айтты. Бірақ қаңтар айында 20-315-904-499 кадастр нөмірімен тіркелген жердің иесі мемлекеттік ақпараттық базада Қасым-Жомарт Тоқаев болған. Сайт жер кодексіне сай деректерді апта сайын жаңартып тұрады. Ақпанның соңында жасалған сұраныс хатқа азаматтарға арналған үкімет корпорациясы мүлік 2016 жылы сатылған, иесі деп мүлде басқа адамның аты жөнін көрсетті. Дипломаттарды қабылдау үйі жеке меншікке қалай өтті? Тоқаевтар отбасының Алматыда тағы бір жылжымайтын мүлікке қатысы бар. Ол Абай мен Желтоқсан көшелерінің қиылысындағы Сыртқы істер министрлігінің қабылдау үйі болған ғимарат. Бұл 115 жыл бұрын Жетісу темекі фабрикасының иесі Көпес Гаврилов салдырған тарихи ескерткіш. Архитектор әйгілі сәулетші Андрей Зенков министрлік Астанаға көшкен соң 2000 жылы ғимаратпен 6865 шаршы метр жер Алматы әкімдігінің балансына өтеді. Журналист Геннадий Бендицкий Виктор Храпуновтың тұсында ғимарат 350 миллион теңгеге жөнделгенін, кейін жекешелендіріліп, ақыры Тоқаевтың туған қарындасы Қарлыға Кемелқызы Ізбастинаның компаниясы 280 миллион теңгеге сатып алғанын жазған. Журналист бұл соманың жөндеуге кеткен ақшаға да жетпейтінін сынаған. Бұл кезеңде Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы істер министрі еді. Журналист Бендицкий 2006 жылы мұндағы 3 ғимарат пен жердің бағасын нарықпен салыстырып, 1 миллиард теңге деп, сол кездің бағамы бойынша шамамен 10 миллион доллар жобалаған. Қазіргі бағасы бұдан әлдеқайда қымбат. Қабылдау үйіне Қарлыға Кемелқызы деген компания арқылы иелік еткен. Кейінірек оның қызы Дана Медеуова құрылтайшылар қатарына қосылған. Ал қазір қабылдау үйінің заңды иесі Дом Приемов жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Рахымбек Тасболатов деген адамның атында. Тасболатов меншігіне қалай, қанша ақшаға өткені туралы дерек жоқ. Біздің арнамыз Тасболатовтың Тоқаевтар отбасына қатысы бар, жоғын анықтай алмады. Тоқаевтар мен Нұртілеулер жақындығы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен президент әкімшілігінің жетекшісі Мұрат Нұртілеуді қызметтен бөлек не байланыстырады? Енді осы сауалға жауап іздеп көрсек. Екі адамның биографиясын мұқият оқыған адам Нұртілеу президенттің сенімді адамы екенін түсінеді. Нұртілеу 1998 жылдан бастап сыртқы істер министрлігінде істеді. Ал 2004 жылдан Тоқаевқа кеңесші болды. Сенатқа спикер болып келгенде аппаратын басқарды. Тоқаев біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, Женевадағы Еуропа бөлімінің директоры болған жылдары Мұрат Нұртілеу Қазақстанның осы қаладағы өкілдігінде жұмыс істеді. 2019 жылдан бері де Тоқаевтың қасында. Алдымен көмекшісі болды. 2 жылдан кейін президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары атанды. Қаңтар оқиғасында Тоқаев Нұртілеуді ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметіне тағайындады. Президенттің ұлы 38 жастағы Тимур Тоқаев пен Мұрат Нұртілеудің інісі Шалқар Нұртілеу екеуін бизнес серіктес деп атауға болады. Тимур Тоқаев иелік ететін Fortius компаниясына 2016 жылы Шалқар Нұртілеу басшылық жасаған. Кейін қызметтен кеткен Тоқаев Нұртілеу тандемі тағы бір компания басшылығының тізімінен шықты. Шығыс Қазақстан облысын түгелдей электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған біріккен энергосервистік компания 2017 жылы желтоқсанда мемлекеттік Самұрық Энергодан 11 миллиард 820 миллион теңгеге жеке меншікке сатылды. Сатып алған Беск холдинг компаниясының иесі Қарауба 2005 серіктестігі. Ал Қарауба 2005-тің иесі деген серіктестік. Оның құрылтайшыларының бірі Тимур Қасым-Жомартұлы Тоқаев. Осыдан соң біріккен энергосервистік компанияның директорлар кеңесінің төрағалығына Шалқар Нұртілеу тағайындалды. Тимурдың жиені Мұхаммед Ізбастин директорлар кеңесіне мүше болып кіреді. Тимур мен Шалқардың бизнестегі біз байқаған жақындығы осындай. Айта кету керек. Ашық деректерге сәйкес, біріккен энергосервистік компанияның 2021 жылғы қаржылық пайдасы 138 миллиард теңге. Шалқар Нұртілеудің өзі бірнеше компанияға иелік етеді. Соның бірі Арақ,
шарап сусын шығаратын Көкшетау минералды сулары акционерлік қоғамы. Ол бұл мекемені Азия су компаниясы арқылы басқаратын екі құрылтайшының бірі. Компания Тұран деген атаумен ауыз су өндіріп сатады. Президент баспасөз қызметі жариялаған суреттерге қарағанда 2021 жылғы 19 тамызға дейінгі ресми жиындарды үстелде Тасайк суы тұрса, одан кейін Тұран суын көріп жүрміз. Ақорданың бұл компания өнімін қашан пайдалана бастағанын дәл айту қиын. Бірақ ресми суреттердегі өзгерістердің Нұртілеудің президент әкімшілігіндегі лауазымды қызметке келуімен сәйкестігі президент әкімшілігінен нақтылауды қажет ететіндей.